Қолымнан ұста. Сен тірі жүруге емес, өлуге лайықсың. Өлуге лайықсың, бірақ мен сендей қаншер емеспін. Мен қаншер емеспін. Құлайтын болдым. Ұстай алмайын. Құлайын. Құлаймын ғой. Құлайым. Жылан! Ұстадым, тыныштал. Бәрі дұрыс. Болды, ұстадым. Болды. Ұстадым, тыныштал. Болды. Қорқма. Қорықтым. Тепе-теңдігін ұстай алмай қалды. Ұстамасам құлайтын еді. Сен келіп үлгердің. Екеуің жанымды сақтап қалдыңдар. Жеңге, бізді оңаша қалдар. Тағы да рахмет айтам. Бұның не қарап? Мені арқаннан шешіп аласың, өлімнен құтқарасың, бірақ кінәлап қарағаның өлімнен бетер ауыр тиер. Түсінбейін. Мені бір рет емес күнде өлтіру үшін тірі жүргізетін сияқтысың. Бұған төзе алар емеспін. Құтқарма, өле қалайын. Құтыл менен. Бәлкім сонда жүрегіңдегі кек оты сөнер. Құтқарасың, бірақ өмір сүруіме де мұрсат бермейсің. Өлсем екеуміз де құтыламыз. Кем дегенде сен менен құтыласың. Неге өлуіңе жол бермеймін, білемісің? Өйткені мен өмірімде алғаш рет осылай азап шектім. Мен күнде жылай, күнде іштен тынып жылай. Қарындасым күн сайын жылайды. Мұның себебі сенсің. Менің анам күлкіні ұмытқан. Бұған сен кінәлісің. Бәріміздің өмірімізді ойрандадың. Ал менің өмірімше, менің өмірім ойрандалмады деймісің? Мен әр тыныс алғанда, әр күні оянғанда күн өтемей жүр деймісің? Қаны шер деп таңба басылды. Ағамы жазықсыздан тұтқындалып түрмеге түсті. Сүйіктім мені жек көреді. Ақ желекпен келін боп түсем деген име күн боп келдім. Оны ағамды өлтірмей тұрып ойлауың керек еді. Бәріне өзің кінәлісің.
Әрең ұстадым, әрең құтқардым, апа. Құлап кететін еді. Ол жақта не істеп жүр екен? Ай, қайдан білейін, апа. Карам бөлмесінен шықпасын деген сайын қыз әр жерде жүреді. Түсінер емеспін. Бізді ақылымыздан алжастыру үшін бәріне дайын. Әлде өз-өзіне қол жұмсайын деді ме? Қойыңызшы, апа. Ол өзін өлімге қият дейсіз бе? Әрі өлгісі келген адам сонда шыға ма? Бір күн болса да өкінді деймісіз? Менің орнымда басқа біреу болса, көмектеспек түгілі көз алдында жанталасып жатқанына рахаттанып қарап тұратын еді. Мен қалай дегенмен қаншер емеспін ғой. Ойыма келсе де дәтім бармайды. Бірақ ол ондай ма? Оны құтқармай кететін ақ жөнім бар еді. Мені күйеуімнен айырды. Каранды ағасыз, сізді перзентсіз қалдырды. Тіпті титтей баланы әкесіз қалдырды. Енді түк болмағандай, Каранның жанында тып-тыныш өмір сүріп жатыр. Оны Каран құтқарып қалды. Апа, көрген азабымыз жетпеді ме? Бұл азап еш бітпей ме? Бұл қыз келіп, күйеуімнен айырды. Бұл аз дегендей, енді күндесім болды. Қашанғы шыдайым, сіз айтыңызшы. Өтінем, апа, тартқан азабым аз ба? Ол Мыстанның мұнда болғанын қаламайым. Қаламай. Әлияға көбірек көңіл бөлуіміз керек. Бала қатты қайғырып жүр. Оған мұқият қараңыздар. Қайсысы біріне қарап жүреміз, Каран? Бірі қашат, бірі құлайды деп қорқып жүрейік пе? Өз үйімізде қарауыл болдық, берекеміз қашты. Шынымды айтсам, бұл баланы қайтетінімізді мен де білмеймін. Әкесінен айырылды. Шешесі тастап кетті. Бар қайғыдан арылуға шамамыз жете ме? Ойлап қоям. Бізге бұл үйге бауыр баспай тұрып кеткені жөн бе екен? Иә, рас, шынымен де бұл қыздың туған туысы жоқ пе екен? Тәтесі, әжесі дегендей. Оның жалғыз туған туысы біз. Әлия қалуы тиіс жерде, осы үйде, менің жанымда қалады. Көкесінің қасында. Бәрі бұл шындыққа тезірек көндігіп, Әлияға дұрыс қарағаны жөн болар. Түсінбейм. Өлгенімді де қалайсың. Әрі бұдан қорқатындайсың, Каран. Саған не керек? Мені неге сынайсың? Неге жазалайсың? Білмеймін. Мен енді ештеңе білмеймін. Жемеймін. Апама барғым келеді. Апам келмейінше ештеңе жемеймін. Жемеймін. Апама барғым келеді. Тыңда, тамақтан кейін мультфильм көреміз. Көргің келмей ме? Осыны тауысып, мультфильм қосайық. Көрмеймін. Апама барғым келеді. Жарайды, жемесең жеме. Қарның ашқанда жерсің. Жейлан әпке. Жаным. Келе ғой. Әлия жан, білесің бе? Бүгін мен де таңға ішпедім. Бірақ саған қарағанда жолым болған сияқты. Айша қолына қасық ұстап, мені қуаламады. Қане қабағыңды шытпаш. Тамақ үшін мұңаюға бола ма екен? Тамақ үшін емес, апам үшін. Апаңа не болыпты? Оны қатты сағындым. Әлия жан. Надира ханым?
Айша? Әлияның бөлмесінен келдің бе? Иә, Кара мырза. Халі қалай, жақсы ма? Жақсы емес. Нәр татпады, Кара мырза. Мультфильммен де алдай алмадым. Анамды сағындым деп жылай береді. Түсіндім. Сені өте жақсы түсінем. Өйткені мен де анамды қатты сағындым. Бірақ сен құсап аш жүрмейін. Неге білесің бе? Неге? Өйткені ол келгенде бірге ойнап жүгіретін күшім болсын деп. Апаң келгенде әлі сіреп аш отырғаныңды көргенін қаламайсың ғой. Жейлан әпке, апам да әкем сияқты келмей қалса ше? Жоқ, о не дегенің сұлуым. Апаңның асығыс шаруасы шығып қалыпты. Сол үшін келе алмады. Апаң сені тастап кете ме? Ісі біте сала келеді. Сен жолы болғыш баласың, білесің бе? Апаң келгенше жаныңда болатын, сені жақсы көретін қаншама адам бар. Каран көкең, Құдірет әжең, тіпті сенімен бірге мультфильм көргісі келетін Айша әпкең. Сен ше? Мен де әрине, мен де сені жақсы көрем. Онда келістік қой, ә? Тамағымызды жейміз, апаң келгенде дәл баяғыдай қарсы аласың. Келістік. Мен сені жақсы көрем. Әлия? Сен бөлмеме бар. Дайындал. Екеуміз сыртқа шығамыз. Не тындырдым деп жүрсің? Қарындасымнан аулақ жүр. Оған жақсы қарап, ара азабынан арылуыңа жол бермеймін. Әкесіз қалған баланы пайдаланба. Не деп тұрсың, Каран? Сен айтқандай жаман адаммын ба? Өзің осы сөзіңе сенесің бе? Мен тек оны өте жақсы түсінем, әрі аяйым. Анасыз қалудың ауыр екенін білем. Мен тек оған көмектескім келді. Оған көмектесуге хақым жоқ. Каран, өтінем, маған деген ашуыңды баладан алма. Көрмеймісің, Әлия қиналып жүр. Қиын кезеңді өткеріп жатыр. Тіпті бір маманға жүгініп, көмек те алу керек. Шектен шықпа. Мен тұрғанда оның қамын сен ойлайсың ба? Бірден ойлағың кеп бара жатса, өзің ойрандаған отбасымды ойла. Түрмеге тыққан ағаңды да ойла. Бедо естігенде әбден ашуланды. Сосын білгенін істеді. Үйіміз бар еді, одан да айырылдық. Көк тиынсыз далада қалдық. Не жеп, не ішеміз, қайда барамыз? Ай, құдайым-ай. Не болды, Мұстафа мырза? Мұның саған қатысы жоқ па? Тағы да ойнай бастапсың. Тоқтаңыз, әке, тұра тұрыңыз. Не болып қалды? Не болмады десеңші? Бұл біздің Екрем жезде емес пе? Содан не болды? Тоқтаңыз, тыңдаңыз. Жеңге сен де тыңда. Екрем жезде жаңалыққа шығыпты. Қандай жаңалық? Қара оқимын, тыңдаңыздар. Қызы Ләйла Қарамұса жұмыс істейтін дүкеннен алтын ұрлаған әкесі Екрем Қарамұса ақыры ұсталып тұтқындалды. Түрмеге жөнелтілді. Қыздары Ләйла мен Гонжа Қарамұса болса, күдікті ретінде бақылауға алынса да, дәлелі жеткіліксіз болып босатылды. Ұрланған алтындар Екрем Қарамұса көмдім деген жерден табылмады. Екрем Қарамұса ұрлаған алтын бұйымдарды жасырған жерінен басқа ұрлардың ұрлап кеткенін айтып отыр. Құны миллионнан астам алтындар әлі жоқ. Неткен қызық. Біздікілерге қарай көр. Пай. Қорқау Екрем. Полицияның өзін сендіріпті ғой, ә? Мен білетін Екрем болса, алтынды көзінің қарашығындай сақтап отыр. Түрмеден шыққан соң сонымен күн көрмек. Білесің бе, бәрекелді Екрем жезде, шынымен жарапты. Әке, жаңалықтарда қыздары депті. Бұл сонда рас па? Олардың да қатысы бар ма? Әрине. Бүкіл отбасымен қатысы бар. Намыссызын қарай көр.
Екремнен осындай бәлені күтіп едім. Әй, жарайсың, Екрем. Мықты адам. Ел жұрт алтынмен ойнайды. Ал біз бір шабадан мен аш-жалаңаш көшеде қалдық. Біз енді не істейміз, әке? Қайда барамыз? Әй, таңғы нәсіп тәңірден деп бекерге айтпаған қой. Сен енді қыстаққа, әпке жездемнің үйіне кетесің. Мен де көптен бері бармаған Үргіпке кетем. Кезі келгенде әрине қайта қауышамыз. Ал сен жаңа үйіңе қоныстанасың. Жаңа үйге? Қалай, шәке? Ол қай жер? Қай жер болушы еді? Алтын ұяға алтын. Ай, мұны алғаным жақсы болыпты. Бұл өте керемет болады, керемет. Қызық Феритке ұнар ма екен? Ай, мейлі. Ертең құлпырған кезімді көріп, ақылынан алжассың. Ертеңге дейін тырнағым түсіп қалмас екен. Уф, қолғап киіп алармын. Енді қайтайын. Ай, ол жерде болашағым көмулі жатыр. Ойлан, алтынды ол жерден алуым керек. Бүгін түнде мәселені шешуім керек. Ләйләға көрінбей қалай шығам. Ұйықтап жатқанда шығып кетем. Ойлан, жинақтал қонша, ойлан. Қане, ойлан. Біз ертең кездесейік дедік қой. Қашан? Қайда екенін келіспеппіз ғой. Енді не істейміз? Ай, кеш боп кетті. Хабарлассам ба? Әлде хабарлама жазам ба? Сол қызға сендің. Менен енді үйге түсіргенін қара. Маған уәде бер. Ол қыздың сен алдауына жол берме. Нағашы, уәде берем. Ол қыздың мен алдауына жол бермей. Уайымдамаңыз, жарай ма? Ферит. 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 Ал мынаны. Ойланатын дәнеңесі жоқ, балам. Маған сен, мен 3 жыл бойы ол қызбен бірге жүрдім. Бейгіні кейіп танытып, адамды қалай арбайтынын жақсы білем. Бірақ енді сенбей. Санаңды улауына жол берме, балам. Қара, түбі осымен тынат. Алла сақтасын. Нағашы, сәл тәуір болсаңыз, жеңгемді көріп келейін. Асханадан кофе ішейін. Жарайды. Бара бер. Тыңдап тұрмын, Лейла. Ферит, мазаңды алмаған шығармын. Жоқ, ештеңе емес, тыңдап тұрмын. Жай, кездесеміз деп едік қой. Қайда, қашан екенін айтпаппыз. Соны ақылдасуға хабарластым. Менің сұхбатым түстен кейін еді. Ештеңе етпейді, бәрі сен қалағандай болсын. Ферит, халің жақсы ма? Бірдеңе боп қалды ма? Жақсы, ештеңе болған жоқ. Бір досым қиналып жүреді, соған алаңдап тұрмын. Тіпті қазір жанымдамын. Бүгін осында қонам. Маңызды емес шығар деп үміттенем. Менің көмегім керек емес пе? Жоқ, көп рахмет. Айтпақшы, келмесең де болады. Қаласаң, сұхбатқа өзім бара берем. Сен досыңа қара, жарай ма? Лейла, болды. Сені таңертең 11-де әкетем. Жарай ма? Қане, кездескенше. Кездескенше. Дәргер мырза, мен Халил мырзаның жиенімін, оның жағдайын білсем деп едім. Халил мырза тәуір болып қалды, өміріне еш қауіп жоқ. Бірақ ендігі жағдай аса маңызды. Қайғы, мұң, күйзеліс, шаршау дегеннен сақ болу керек. Оған жақсылап қарауыңыз керек, оңалып кетсін. Көп рахмет, дәргер мырза. Апа, Алияны психологқа кеткені дұрыс па өзі? Каранның бір білгені бар да. Қанша сағат өтті? Міне, келді. Қайда жүрсіңдер, балам? Әбден уайымдадым ғой. Содан, Әлия қайда? Айша екеуі білмеді.
Психолог не деді? Балаға не болыпты? Бала бәрін түсінеді, апа. Бәрін түсінеді. Әкесінің өлгенінде, анасының жоқтығында. Бірақ оған уақыт керек екен. Қиналып жүр. Содан осындай күйді. Оған барынша мейіріммен жақсы қарауымыз керек. Дәрігер, бала өзін қауіпсіз сезіну керек деді. Бұл өте маңызды. Әкесін өлтірген кісінің жанында ма? Қалай? Түсінем, балам. Иә, бірақ сіз ғана емес, апа. Үйдегілердің бәрі де түсінуі керек. Бұл үйде енді шу шыққанын қаламайым. Бұл бала ендігәрі жанжал көрмейтін болсын. Оны мейіріммен, қамқорлықпен, жанашырлықпен емдеп жазамыз. Ол ағамның аманаты. Әлияны ренжіткеннің ісі менімен болсын. Сіңілім, күні бойы киімі түктеп шаршадың ғой. Қане таста екеуміз кофе ішіп алайық. Қалғанын мен істеймін. Қане? Мен бұл істен емес, отбасымның іс-әрекетінен шаршадым. Тыңдаш, жарайды, сенікі жөн, кешірім өтінем, бірақ өтінем әкемнің істеген ісі үшін мені жазғырма. Менің еш кінәм жоқ. Жарайды, мен де бірақ мақтық жасадым. Уәде берем, ендігәрі өйтпеймін. Түлен түртті Ләйлөш. Құдай ақы, енді өйтпеймін. Кешірім өтінем. Неткен керемет. Сүйікті әпкем енді өйтпейді екен. Жарайды, құдды күнде ақшаға толы сөмке тауып жатқандай. Әпке тыңда, мұндай іспен ойнауға болмайды. Адамның ары болуы тиіс. Бұдан бұлай бізге тиесілі емес нәрсеге қызыққаныңды көрсем, сені мүлде кешірмеймін. Жарайды, мына шашым бар ғой, мына шашым енді бүйраланбай қалсын, тырнақтарым боялмай қалсын. Уәде берем, енді өйтпеймін. Татуласайықша? Татуластық па? Татуластық деш. Қане, татуластық қой. Жарайды, бірақ осы жол ғана. Жарайды. Әпке тыңда, менің қалай қамыққанымды, қалай күйзелгенімді көріп жүрсің ғой. Әкемнің қатесімен әуре болып жүргенімде сенімен алыса алмайым. Өтінем түсінші, маған көмектесуге тырыс. Жарай ма? Жарайды дедім ғой Ләйлөш. Міне кофе демдеп қойдым, бірге отырып кофе ішейік. Қане мұнда жайғасып отыр, демалып ал. Жарайды. Қане? Мынау төгіліпті, анан ал. Ас болсын. Дәмді екен. Міне осылай. Сен қалғанын ойлама, жаным, сіңілім. Енді істемеймін десем істемеймін. Істемеймін, өйткені әкемнің алтынын табуыма аз қалды. Сен кофеңді ішіп ұйықта, ал мен ісімді бітірейін. Іш. Әлия? Әлия? Көзіңді алмай қайда қарап отырсың? Жай, жолға қарап отырғам. Апам келіп қалар. Неткен әдемі қуыршақ еді. Ат қойдың ба? Оған ат қою керек. Әкең екеуміз барлық ойыншыққа ат қоятынбыз. Жүк көліктеріне, көліктерімізге, тіпті кейде доптарымызға дейін ат қоятынбыз. Қалай, сендерде де ойыншық бар ма еді? Әрине, ойыншығымыз көп болатын. Тұра тұршы, біразы осында болуы тиіс. Көргің келе ме? Иә. Жарайды, жүре ғой, соңымнан ере ғой, қане.
Қане жығыр? Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен Әлияны уайымдағам. Жейлан әпке, қайда бара жатқаныңды білесің бе? Білмеймін жаным. Бұрын әкем мен көкем де кішкентай болыпты. Көп ойыншықтар болыпты. Соны көруге барамыз. Сен де бізбен жүрші. Ол да бізбен барсыншы. Өтінем, көке. Барсын, жақсы. Алақай, қане кеттік. Ләйлә. 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 Ай, балық жемді жұтыпты. Бүгін пысылдап тұрып ұйықтайсың. Қане кіре ғой. Кір. Мұнда не бар екен? Дайынсың ба? Қане, мұнда не барын білгің келе ме? Келе ғой. Иә. Жейлан әпке, сен де отыр. Бұл Қобдиша әкең екеуміздің құпия қазынамыз еді. Мұнда не бар? Бұл не екенін білесің бе? Марблс тастары бар. Әкең марблсты қатты ойнайтын, білесің бе? Көрші балалардың бәрін жеңетін. Сосын ұтқан тастарын менімен бөлісетін. Не болды, неге мұңайып қалдың? Әкемнің есі сіңген деп ойладым. Бұл соныкі емес пе? Бірақ есі жоқ. Оның есін қатты сағындым, көкке. Ал марблс ойынын ойнап көріп пе? Ойнамадым. Үйренгің келе ме? Иә. Онда саған үйретейін. Бұл әкеңнің сүйікті тас еді. Ойынды осымен бастайтын. Енді бұл біздің тасымыз. Осы үлкен таспен басқа тастарды атамыз. Осыны қанша тасқа тегізсең, сол тастар сенікі болады. Қанша тасқа тегізсең, сонша тас ұтып боласың. Түсіндім. Жарайды. Бірақ ең бірінші тасқа тегізсең, бәрін ұтасың. Жейлан әпке де біледі екен ғой. Қане, сендер ойнаңдар. Мен көріп үйренем. Жарайды, мықты біледі екенсің, сен баста. Ала ғой. Ұтты. Бәрін ұттың ғой, я Жейлан әпке. Қане көке, кезек сенде. Тегізе алмадың. Ұмытып қалыппын. Жарайды, енді кезек сенде. Жоқ, тегізе алмадым. Бірден беріле салма. Бірінші рет аттың ғой. Бұлай ойнауды қайдан үйрендің, Жейлан әпке? Ағаларым үйретті. Бала кезде көп ойнайтынбыз. Жақып ағам мерген болатын. Болды, осы да жетер. Әлия, бүгінге осы да жетеді, жарай ма қызым? Тастарды мен алайыншы, көке.
Ала ғой әрине. Онсыз да әкеңнің тастары ғой. Енді саған аманат. Келістік пе? Мына жерді қараш. Біреу келіп, быт-шытымды шығарса да, ешкім естімей қалады. Тоба. Жеті. Ой, Алла сақтасын. Қойыңыз шәке, зеп тапқан жеріңіз осы ма? Неткен тапқыр едіңіз? Бұл адам не деп еді? Төбеге қойдым деп пе? Баспалдақтың асты деді ме? Басым қатып етті, бұл адам не деп еді өзі? Құдайым көмектесші. Өтінем, ақшаны таппай жүрегім ұстап қалатын болды. Не деп еді? Мейлі табам. Жарайды, бісміллә деп іздеуді бастайық. Сары алтыным қайда екен, а? Қымбат қазынам. Апаларың келді. Қайдасыңдар? Қара, мұнда не бар? Бұл не, көке? Фотоаппарат қой. Бірақ кәдімгі фотоаппарат емес. Сәл өзгеше. Бұндайын көрмеппін. Сені суретке түсірейін бе? Бұлай тұра ғой. Мұндай фотоаппарат көрмеппін. Аузын ашса, ішінен сурет шығады. Мен түсіріп көрейінші. Кел, саған көрсетейін. Енді қара, қолыңды мұнда қой. Ұстап, мұна түймені басасың. Мұнда тура қара. Анықтап қарап ал. Сосын түймені басасың. Дайынсың ба? Дайынмын. Жайлан әпке сенге түс. Өтінем отыршы. Алсы отырып алдың ғой. Жақын отыруың керек. Болды ма, Әлия? Бірақ күлмедіңдер ғой. Тағы да түсірейінші. Болды ма? Бітті ме? Көке, бір сурет саған, бір сурет Жайлан әпкеме. Жарайды. Мен сендерді жақсы көрем. Жанымда болсаңдар, сондай қуанам. Үйге түскенімді қараш. Әппақ қудай қыз ем, күл қызға айналдым. Бұл адам не деп еді өзі? Тор деген. Шынымен бар екен. Қане? Келе ғой. Ай, мінеки. Міне, менің қымбат сөмкелерім, сапалы киімдерім. Иә, мінеки. Жарайсыз, әке, жарайсыз, шынымен де әкешім. Ақыр қазынаны таптыңыз ғой. Қане, енді қаш. Құдай ақы дер кезінде үлгердік, Конжа. Ләйла пысылдап ұйықтап жатыр. Құдай ақы бітті. 40 жыл толғансам да, осы үйдің бағын жақсы көрем деп ойлап ем. Иә, жарайды. Кеттім. Кездескенше. Бұл қыз тағы қайда кетті? Құдайым ай, ештеңеге ұрынып қалмас екен.
Айша, бақтан қарадың ба? Барлық жерді қарадың ба? Қарадым, Құдірет ханым. Бақта да, бөлмесінде де жоқ. Бәрін қарадым. Ай, бұл қыз қайда? Бұл бала қайда? Апа, ойыма бірдеңе келді, бірақ... Тез ол мыстанның бөлмесінен қараңдар, тез. Ханым, жоқ, қарап келдім, онда да жоқ. Қараң қайда? Бүгін мүлде көрмедім. Мен де... Қызық. Карам мырзаның бөлмесін қарадық па? Қане, дастархан жая берейік. Қане. Балам, таңғы астайын. Сауығып кетсін. Рахмет. Нағашы, жақсы жаңалық бар. Дәрігермен сөйлестім. Нәтижелерің жақсы шықты. Басқа бір қиындық тумаса, сізді бүгін шығарады. Мен емес, сендер қиналдыңдар ғой балам. Жеңгең де сен де, екеуің де әбден шаршадыңдар. Нағашы, ол не дегеніңіз? Халіміз жақсы, сіз тәуір болсаңыз біз де қуанамыз. Бізді ойлай бермеңізші, болды. Тыңдаңыз, алдымен денсаулық. Жарай ма? Дәрігер не деді? Енді олай уайымдауға, күйзелуге, шаршауға болмайды. Күтініп жүресіз. Айтуға оңай балам. Қалай уайымдамайын? Малдан да жаннан да айырылдық. Ол қызға сенгенімнің өте мауыр болды. Тыңда, тағы қайталап айтам. Менің істегенім істеп жүрме. Ол қызға сенбе, иланба. Аса сақ бол. Сақтан. Жарайды нағашы, жарайды. Неше рет ескерттіңіз ғой, алаңдамаңыз. Жарай ма? Мен енді кетейін. Жеңгем қазір кеп қалады. Күтініп жүріңіз. Нағашы, еш уайымдамаңыз, жарай ма? Бәрі тиісті жазасын алады. Айтсын. Апам екеуміз күнде жұмыртқа соғыстырып ойнайтынбыз. Мүмкін болса, тек анаңмен ойна, жаным. Әлия жан, әрине, жұмыртқа соғыстырып ойнасақ болады. Кел, қара. Жарылды. Көке, Жейлан әпке неге таңғы асқа келмеді? Ол жейтінін жеді. Бізді күтпеді ме? Қарны қатты ашып па? Қане, тамақ жеп отырғанда сөйлемейді. Саған үйретпеп пе? Тамағыңды үндемей же. Үйретпеді, кешірім өтінем. Жейлан әпкеме барғым келеді. Олай болмайды. Тамақты тауыспай үстелден тұруға болмайды. Онсыз да дұрыс тамақтанбайсың. Ауырып қаласың ғой. Қарным аш емес, тамақ жегім келмейді. Жарайды, болды апа, қарның ашқанда жейсің. Әлия, қызым, жаным менің. Жейлан әпкең жуынып жатыр, оны мазаламайық, жарай ма? Қане жүр, ас үйге барайық, дәмділеп печенье пісірдім, жүре ғой. Жарайды, бірақ Жейлан әпке жуынып болған соң, печенье жеуге келсін. Жарайды, қанеки. Печеньеден сәл қалдырып қойсақ бола ма? Неге өйтеміз? Қалаған кезіңде саған дәмділеп пісіріп берем, қызым. Иә? Ол үшін емес. Мүмкін бүгін анам келер. Анам екеуміз жесек деймін. Жарайды, қызым, қане.
5 минутқа кешіккенімді айып етпесің. Жол кептелісін білесің ғой. Мәселе 5 минут емес. Өзің қалайсың? Бірдеңе болды ма? Жақсымын, бәрі дұрыс. Алаңдама, біраз әңгімелессек, сергіп қалам. Қол қалай бергім келмейді, бірақ көмегім керек емес пе дегенім ғой. Айтқың келсе, тыңдауға дайынмын, жарай ма? Енді менің бір досым сатқындыққа ұшырады. Соны уайымдап жүрмін. Махаббат мәселесі ме? Жоқ, енді ондай мәселе емес, керісінше деуге болады. Дос алдады. Бұл досым қиын жағдайда қалған біреуге кепіл болыпты. Талай жылдан бергі білетін танысы болған соң, ештеңеге қарамастан бүкіл құжатқа қол қойыпты. Сосын әлгі сенген досы жоғалып кеткен соң, бүкіл қарыз менің досыма қалыпты. Бұл аз болғандай өзі уайымнан ауырып қалды. Оңай емес әрине. Өзіне де, мүлкіне де шығын келді ғой. Жарайды, ақшаны қойшы, бірдеңе етіп табылар. Адам жақынынан сатқындық көргенде басқаларға да сенуден қалады. Мүлде оңай емес. Бірақ меніңше адам үмітін үзбеу керек. Біреу алдады екен деп, бәрінен күдер үзбейсің ғой. Меніңше адамға түбі сенуге болатын біреу міндетті түрде кезігеді. Сол адам kesкен кезде, оған қос қолдап жабысып, одан айырылмауға тырысу керек. Иә, солай ғой. Адамдардың сөзі менісі кейде үйлеспей жатады. Иә. Неге олай дейсің? Түсінбедім. Ақша деймін, Лейла. Ақша. Мәселе ақшаға тірелгенде адамдар өзгеріп шыға келеді. Бірдеңе көрінеді. Ондайға бармас деген адам тиын тебенге бола жақындарына шімірікпестен сатқындық жасайды. Ары қайда, ожданы қайда, адамдар ақшаның құлы болып кетеді. Дұрыс айтасың. Досыңның тез арада мәселесі шешілсін. Алда әлі сенімді адамдарды да жолықтырар. Сен көп күйзеле берме, жарай ма? Жүр, кешігетін болдық. Содан кеше Әлия екеуің не істедіңдер? Жай, көкесі мен қызы бірге уақыт өткіздік. Екеуің ғана ма? Жаңа тамақты үндемей жеңдер деп едіңіз ғой, не өзгерді? Орхан? Құдірет ханым жасатқан ДНК тестінің қорытындысы шықты. Өзім әкелдім. Маған бұл тест керек емес. Онсыз да шындықты білем. Күмәнданып жүргендерге берейік. Мінекей. Тез көзілдіргімді әкел. Зертханамызға берген өтінішіңіз бойынша жасалған тест нәтижесіне сәйкес, Салих Челиханның 99,9% ықтималдылықпен Әлия Олжайдың туған әкесі екені анықталды. Әлия туған немерем екен. Ас болсын. Демек, шынымен Салихтың қызы екен. Қалай ойлайсың? Бұдан бірдеңе шыға ма? Білмеймін, бірақ егер өзіміз хабарласамыз десе, түк шықпайды. Бекерге үміттенбе. Біліп едім. Мұңайма да. Меніңше осы дұрыс. Ана кісіні көрмедің бе? Бастық сымақтың нақ өзі. Бастық сымақ деймісің? Иә, соның нақ өзі. Ферит, көп рахмет. Менімен бірге елдің. Мен үшін өте маңызды. Көп рахмет. О не дегені? Әрі көрші, әрі дос емеспіз бе? Иә, доспыз. Рахмет саған. Көп рахмет. Мұстафа? Ләйла, Ағам? қарындасым.
қалайсың? Жақсы. Қош келдің. Қош көрдік. Енді не істейміз, апа? Не ойлағаныңыз бар? Сонда осының бәріне көнгеніміз бе? Апа, мен кеттім. Кездескенше. Балам, тоқта. Саған айтар бір ауыз сөзім бар. Айтыңыз. Бір күмәнім бар еді. Енді Әлия немерем екеніне көзім жетті. Алғаш рет осындай сезімдемін. Қуанып үлгерместен уайымға салындым. Жақсылап ойландым. Немерем әкесін өлтірген кісімен бір үйде тұра алмайды, Каран. Әлия күн өткен сайын оған бауыр басып барады. Жейлан әпке деп аузынан тастамайды. Әзірге алдай салдым. Шындықты жасырдың. Бірақ ертең ақ өседі ғой. Бәрін түсінеді. Сол кезде оған не дейміз? Әкеңді өлтірген кісіні түк болмағандай бауырымызға бастық дейміз бе? Болмайды, балам. Болмайды. Дереу бір шешімін тап. Түсінем. Тоқта, балам. Ештеңе деместен қайда кеттің? Каран, тыңдасаңшы. Балам, тоқта, не істемексің? Қаруды неге алдың? Каран, өтінен бізді қорқытпаш. Оның бұл үйден бір жола кеткенін қалайсыздар ғой, жарайды, солай ақ болсын, кетеді. Бірақ мұның өтемі бар. Бұл өтемді өтеу менің мойнымда. Ақыры ол бұл үйде қалмайды екен. Онда бұл іс қанды кекке айналады. Ол отбасы істеген ісінің құнын қандарымен өтейді. Мұның басқа малы жоқ. Ағамның қанын жерде қалдырмайды. Олай есептесе алмасақ, бұлай есептесеміз. Каран, өйтпе. Тоқта, жалынан, балам. Жоқ, бұған жол бермеймін. Мен бір ұлымнан айырылдым. Екіншісінен де айырыла алмайым. Түрмеде шіруіңе жол бермеймін. Каран, өтінем, қолыңды қанға былғама. Біз сенсіз қайтеміз. Бұл әулет сенсіз не істейді? Жетер. Қарсыласпаңыздар. Мені бұған сіздер итермеледіңіздер. Мені тыңда, балам. Мен сіздерді тыңдап болғам. Сіздер мені мүлде тыңдамадыңыздар. Мен қан төгілмесін деген сайын мені айтақтап қоймайсыздар. Бұлай тұрыңыз, апа. Өйтпе. Апа, бұлай тұрыңыз. Өйтпе. Каран, тоқта. Олай етпе. Бұған жол бермеймін. Мені тірідей жерге көмбе, балам. Өйтпе. Жарайды. Көндік. Ол қыз осында қалады. Сенің екінші әйелің болады. Бірақ сен де мынаны біліп қой. Ол мұстан бұған келіспейді. Осыдан көресің. Қане қаруды орнына қойш. Қане өтінем. Оны орнына қоя қой. Кел, балам. Ол арсыздар үшін бәріміздің түбімізге жетпе. Қане, балам, өтінем, жалынам саған. Солар үшін түрмеге түсуіңе жол бермеймін. Каран, өйтпе. Жалынам, өйтпе. Бастысы қан төгілмейсін. Мен екінші әйелің болуға келісем. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы. 2025 жыл.